бағама. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. 5 өңірде азық-түліктің бағасы шарықтап тұр. Үкімет сауда және интеграция министрі Серік Жұмағарин айтуынша, әкімдіктер қолда бар шараларды да, қаржыны да тиімді пайдалануы қажеті жоқ. Қазақстанда жыл басынан бері азық-түлік инфляциясының орташа деңгейі 1,5% құрады. Бірақ кейінгі өңірлерде бұл көрсеткіш әлде қандай жоғары болып тұр. Астана мен Шымкент қаласында 2,2%, Қызылорда, солтүстік Қазақстан облыстарында 1,8%, Ақтөбе облысында 1,7%, ал Ұлытау облысында азық-түлік бағамы 1,5% қымбаттаған. Пияз 22,5%-ға қымбаттаған. Ең жоғарғы өсім күріш 5,2%, құрыққабат 4,1%, сүт және сәбіз 3,1%, картоп 3%. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоларымыздың кең таралуына өз үлестеріңізді қосыңыздар.